жылдам ойлау және де ерекше шоу форматында өтеміз. Сіздерде керемет ойын, логика, тәтті сыйлықтар күтті. Дегеніміз қандай теңдеу? Дәрежесі x. Логарифм 2 негізіндегі 8-дің мәні неге тең? Себебі 2-ның кубы 8. Және де бізде 2-ның x дәрежесі тең 16. Нешеге тең? Бұны осы көрсеткіш түрінде дегенбіз. Және де бізде 5 факториал. Матса отырықты. 5 факториал неге тең? 20-ға тең. Жақсы, керемет. Өткен сабақта аздап еске түсірдік. Тамаша. Енді біз тексерейік жұмыстан. Мынаны бір-бірлерінде бағалайсыңдар. Стикер арқылы. Артқа берді. Қалай екен, дұрыс пе екен? Жазып бердің бе? Бізде логарифмдер бар ғой. Неппермен ойлап тауыпты. Ол үлкен сандармен жұмыс істеумен сол сызғышын ойлап тауыпты. Логарифмдер сызғышын. Ол бізде мынандай конус бар ғой бізде. Білеміз бәріміз. Осындай ұқсас екен. Ол неғұрлым үлкен сандармен дәрежелерін осы сызғыш арқылы кішкене дөңгелек болады. Арасында неше түрлі. Бұлай қойсан, бұлай айналдыратын жерлері бар, соны айналдырсаң өзі бәрі тауып береді екен. Қаншалықты күшпен, қаншалықты ампер физикаға көрінесе жатады. Қане кішкене бір ойын ойнайық. 10-ның квадраты, 10-ның кубы 1000. Ал енді логарифм 10 негізіндегі 1000 нешеге тең? 10 негізінде 1000 3-ке. Вот. Солай. Және де бізде 2-4 дәрежесі 16. Логарифм 2 негізіндегі 16. 4. Көрдіңдер ме? Біріншісі мен айтқан көрсеткіштік теңдеу, екіншісі бізде логарифм теңдеу. Екеуінің ұқсастығы, осының екеуінің айырмашылығы осы екен. Сыныпта жалғыз математика таңдап отырған роботтар осы айдың. Басқаларды біліп отырмыз, логарифм. Қиындар көрінеді. Логарифм дегеніміз не дедік жаңа біз? Мысалы, 2 негіздегі жаңағы 16 болсын. Қанша болып деді? Ал енді былай қарайық. Логарифм 4 негіздегі, және логарифм 3, логарифм 2 тең 0-ге деп тұр. Логарифм 4 негіздегі 0. Кез келген 0 санның 0 дәрежесі. Нешеге тең? 1-ге тең, сондықтан біз бүйтіп алайық та екен. Мынаның барлығын бірдей алайық. Былай болады ғой, сол кезде ше. 4-дің 0 дәрежесі 1-ге тең ғой. Сол кезде бізде логарифм 3, логарифм 2, 2х минус 6, 4-дің 0 дәрежесі 1-ге тең, Давайте енді біз бүйтеміз. Лог 3, логарифм 3. 3-дің 4 дәрежесі 81. Мынаған тең, Сол кезде мынаны 81-ге тең деп аламыз, дұрыс па? Мынау 2. Енді 2-ның 81 дәрежесі ма? Осыған тең екен. X куб минус 5x, азайтылған 5x, қосылған 10 жақша ішіндегі тең 3-ке. Бұны біз логарифмнің анықтамасы бойынша шығарамыз. Мен жаңағы айттым ғой, x негізі, x-тің 3 дәрежесі тең осы. Мына жерде болып тұр. Және x-тің кубы бұлай өткен кезде минус кер таңбасымен өтеді. Сондықтан екеуі жойылады да, мынау қалады. Сондағысы x-тен 2 тең болады. Қарапайым теңдеу. Және біз оны теңдеуге
қойып тексеріп алсақ болады, дұрыс па дұрыс емес пе? Екіншісінде Ә жауап иә, бір бөлінген 25. Аха. 3 Минус 3. Минус 3 болады. минус 3 иә. Төртіншісі. Екеуі қысқа Үшіншісі? кетті қарапайым. Екі қалады. Екі қалады. Аха. Бесіншісі. Бесіншісі түбірас 2. Екінші нұсқа. Біріншісі қандай? Айдын? А болады. А болады. Иә, а үлкен. Логарифм а негізінде x тең b-ға логарифм теңдеуін қандай жағдайда бір ғана түбір болады? Ол а тең емес бір. Соны еске салса, және а үлкен нөлден бол. Үлкен. Концертті аз билет аламыз бәріміз. Жақсы ма? Келіп, кәдімгі дәл билетті. Келдік. Күнде не екен, не? Маған 7 билет түсті. 10 билет болды. Болды. Ұнады, комментарий айтарым бар десе айтарым бар білесіңдер. Біреу достарымен, туысқандармен бөлсем дейсіңдер осы сабақта. Бөлсіңдер. Сақтап отырсыз естеріне. Жазыңдар ма? Енді бізде келесі бізде үй тапсырмасы екен 195 бөлігі осы 24-ке 19 шақыру. Бұл енді біздерде жүйе берілген.